1071 жыл. Манзикерт даласы. Анадолының қақ ортасында әлемнің тағдыры қыл үстінде тұрды. Бір тарапта 1000 жылдық тарихы бар ежелгі Рим империясының ізбасары, Шығыс Рим империясының таңдаулы әскерлері. Екінші тарапта Орта Азияның еркін рухымен сусынданған Сұлтан Мұхаммед Алп Арслан бастаған Оғыз Селжұқ аттылары. Бұл жай ғана шайқас емес, бұл батыс пен шығыстың, ислам әлемі мен христиан әлемінің, темір сауыт пен жебе жылдамдығының қақтығысы еді. Манзикерт даласында кім жеңіске жетеді? Бізбен бірге болыңыз. Біз оқиғаны басынан бастаймыз. мың 25 жылы император Василий II қайтыс болған кезде Византия империясы шекаралары жалпы алғанда тұрақтанған еді. Марқұм императордың көптеген әскери жорықтары римдіктердің Балқан түбегіндегі бақылауын қайта қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Сонымен қатар, шығыс аймақтарда бұрын тозып кеткен бекіністер қайта жөнделіп, жаңадан қалпына келтірілді. Бұл жұмыстар империяның шығыс шекараларын едәуір күшейтті. Алайда, 1025 пен 1067 жылдар аралығында Шығыс Рим империясы саяси тұрақсыздық кезеңіне тап болды. Осы уақыт аралығында империя тағында бірінен кейін бірі 11 император ауысты. Мұндай тұрақсыздық императорлық биліктің әлсіреуіне алып келді. Соның салдарынан мемлекет әскери және әкімшілік жағынан әлсірей бастады. Ақырында 1068 жылы таққа Роман IV Диоген отырды. Ол тәжірибелі әскери қолбасшы болғанымен мінезі қызу, батыл, әрі кейде асығыс шешім қабылдайтын адам ретінде белгілі еді. Билікке келгеннен кейін жаңа император империяның шығыс шекарасына қауіп төндіріп тұрған Селжұқ түріктеріне қарсы әскери жорық ұйымдастыруды басты мақсат етті. Роман IV шығыс бағытта 2 әскери экспедиция жүргізді. Бұл жорықтар толық жеңіске жеткізбегенмен белгілі бір нәтижелер берді. Соның ішінде Алеппо маңында орналасқан маңызды Иерополис бекінісі қайтадан Византияның қолына өтті. 1070 жылы Роман IV мемлекеттік әкімшілік істерге көбірек көңіл бөлу үшін Астана, Константинополь қаласына оралды. Император шығыстағы әскерді басқару міндетін Византияның ең қабілетті қолбасшыларының бірі Мануил Комнинге тапсырды. Бірақ жағдай күтпеген жерден басқа бағытта өрбіді. Алп Арслан басқарған Селжұқ әскері шығыс аумақтарға кенеттен басып кірді. Мануил Комниннің әскері бұл шабуылға қарсы тұра алмады. Шайқас барысында ол жеңіліп, тұтқынға алынды. Бұл жеңістен кейін Селжұқтар Ван көлі маңындағы маңызды стратегиялық бекіністерді басып алды. Олардың қатарында Арткеш, Манзикерт және Хилат бекіністері болды. Бұл бекіністер аймақты әскери бақылауы үшін аса маңызды еді. Соған қарамастан Алп Арслан толық ауқымды соғысқа дайын емес болатын. Оның әскерінің негізгі бөлігі басқа бағыттарда орналасқан еді. Сондықтан ол Византиямен ұзақ соғысқа барудан көрі бейбіт келісім жасауға мүдделі болды. Сұлтан Константинопольге бейбіт келісім ұсынды. Нәтижесінде Селжұқтардың саяси және әскери басшылығы назарын Египеттегі Фатимид халифатымен қақтығысқа аударды. Бір жылдан кейін 1071 жылдың көктемінде Роман IV Селжұқтармен жасалған келісімді жаңарту үшін елшілерін жіберді. Бірақ император Алп Арслан келісімді ұзартудан бас тартады деп ойлаған сияқты. Сондықтан ол Ван көлі маңында жоғалтқан бекіністерді қайтарып алу үшін жаңа әскери жорыққа дайындала бастады. Осы уақытта Алп Арслан Алеппо қаласын қоршауға алған еді. Рим елшілері оның әскери лагерінде қабылданды. Бірақ келіссөздер жүргізіп жатқан кезде Селжұқ барлаушылары Византия әскерінің алға жылжып келе жатқанын хабарлады. Бұл хабарды алған Алп Арслан қоршауды дереу тоқтатып Армения шекарасына қарай жорыққа шықты. Жол бойында ол өзінің вассалдары мен одақтастарынан қосымша әскер жинады. Ал Роман IV әскерімен Себастия провинциясы арқылы өтіп бара жатқан армия ішінде тәртіпсіздік орын алды.
Императордың құрамындағы франк жалдамалы сарбаздары жорық кезінде тонаушылық жасап, жергілікті халықты үрейлендірді. Мұндай тәртіпсіздікке шыдамаған Роман оларды қызметтен босатуға мәжбүр болды. 1071 жылдың маусым айында император Теодосиополь қаласына келіп тоқтады. Бұл жерде ол әскерді қайта есептеп, толықтырды және жорыққа қажетті жабдықтарды тексерді. Императордың кейбір генералдары солтүстік Армения арқылы жүріп өтіп, Алп Арсланды айналып өтіп, соғысты Селжуқ жерінің ішіне терең енгізуді ұсынды. Басқа қолбасшылар керісінше қорғаныс тактикасын қолдануды ұсынды. Олар жергілікті қалаларды нығайтып, гарнизондарды күшейтіп, ауылдарды өртеп, селжуқтарды азық-түлік пен жабдықтан айыруды дұрыс деп санады. Алайда, бұл тактика Византия армиясының өзі үшін де қауіпті еді. Егер әскер ұзақ уақыт бір жерде тоқтап қалса, олардың өз азық-түлік қоры таусылып қалуы мүмкін болатын. Сондықтан, ақырында алға жылжу туралы шешім қабылданды. Теодосиопольден шыққан әскерлерге 2 айлық жорыққа жететін азық-түлік дайындау тапсырылды. Сонымен қатар қосымша жүк арбалары мен жабдықтар жиналды. Бірақ, бұл дайындық әскердің қозғалысын едәуір баяулатты. Дегенмен, Роман IV бұл баяу әрі әдістемелік тәсілді дұрыс деп санады. Себебі оның ойынша селжуқтардың негізгі әскері әлі де Месопотамияның солтүстігінде орналасқан еді. Императордың жоспары Манзикерт пен Хилат бекіністерін бір уақытта басып алып, содан кейін Алп Арсланды шешуші шайқасқа мәжбүрлеу болатын. Алайда, Роман IV Селжуқ әскерінің нақты орналасқан жері туралы қате ақпарат алған еді. Шын мәнінде Алп Арслан Месопотамияда емес, бар болғаны шамамен 100 шақырым жерде орналасқан еді. Оның барлаушылары Византия әскерінің әрбір қадамын мұқият бақылап отырды. 1071 жылдың тамыз айына қарай император Роман басқарған Византия әскері Ван көлі аймағына жетті. Император селжуқтармен бірден ірі шайқас болмайды деп ойлады. Осы себепті ол әскери күштерін екіге бөлуді жөн көрді. Роман IV франк жалдамалы әскерлерінің қолбасшысы Русселге және византиялық элиталық тагматтарды басқарған қолбасшы Жозеф Тарханейотқа шамамен 20 000 сарбаз берді. Оларға Хилат бекінісін басып алып, сол жерде гарнизон орналастыру тапсырылды. Ал императордың өзі қалған шамамен 20 000 әскермен Манзикерт қаласына қарай аттанды. Бұл армияның құрамында Анадолудан, Армениядан және Болгариядан келген сарбаздар болды. Сонымен қатар армия құрамында норман жалдамалылары, сондай-ақ печенек, түрік, қыпшақ және басқа да далалық атты садақшылар қызмет етті. Ал селжуқтардың сұлтаны Алп Арсланның қол астында шамамен 30 000-нан аспайтын әскер болды. Оның армиясының негізгі бөлігін атты әскер құрады. Солардың шамамен 6 000-ы ауыр атты әскер болса, қалғандары жеңіл қаруланған атты садақшылар еді. Алп Арслан Роман IV әскерінің екіге бөлінгенін білген кезде, ол осы мүмкіндікті пайдалануға шешім қабылдады. Сұлтан өз әскерін бастап Византия күштеріне қарсы аттанды. Көп ұзамай Византиялық әскердің алдыңғы жасағы селжуқтардың алдыңғы топтарымен кездесіп қалды. Византиялықтар оларды жай ғана тонаушы жасақ деп ойлады. Бірден шабуыл жасады. Бірақ шайқас күшейген сайын қарсы жақтан жаңа жасақтар келе бастады. Көп ұзамай Византиялық авангард жаудың күші әлде қайда үлкен екенін түсінді. Олар императорға хабар жіберіп, қосымша әскер сұрады. Император Роман IV бастапқыда олардың тек шағын рейдерлік топпен шайқасып жатқанын ойлап ашуланды. Соған қарамастан ол авангардқа көмекке қосымша күш жіберді. Алайда бұл әскердің алдыңғы шепке жетуіне 2 сағаттай уақыт кетті. Көмекке келе жатқан византиялық әскерді көрген селжуқтар шегінгендей болды. Оны көрген византиялықтар оларды қуа бастады. Бірақ бұл шегіну әдейі жасалған жалған шегіну болуы мүмкін еді. Византия армиясының негізгі бөлігі артта қалып қойғандықтан алдыңғы жасақ біртіндеп негізгі селжуқ әскерімен бетпе-бет келді. Осы кезде селжуқтардың атты садақшылары жебелердің жаңбырын жаудырды. Бір мезетте селжуқтардың ауыр атты әскері де шабуылға шықты.
Нәтижесінде оқшауланып қалған византиялық жасақ толықтай дерлік жойылды. Бұл қырғыннан аз ғана сарбаз тірі қалып, императорға хабар жеткізді. 1071 жылдың 24 тамызы күні кешке қарай Роман IV селжұқтардың бүкіл армиясы жақын маңда орналасқанын білді. Осыдан кейін ол әскерге келесі күні таңертең толық шайқасқа дайындалуды бұйырды. Түн қараңғы болды, ай да көрінбеді. Осы мүмкіндікті пайдаланған Алп Арслан да өз әскерін шайқасқа дайындай бастады. 1071 жылдың 25 тамызы күні таңертең екі жақтың әскері шайқасқа дайындала бастады. Лагерлер құрылып, әскер саптары реттелді. Осы кезде Алп Арслан Роман IV-ге бейбіт келісім жасауды ұсынып, елші жіберді. Бірақ император бұл ұсынысты сұлтанның уақыт ұту әрекеті деп ойлады. 1071 жылдың 26 тамызы күні екі жақтың әскері толықтай шайқасқа кірісті. Бұл шайқас тарихта Манзикерт шайқасы деген атпен белгілі болды. Император Роман IV Диоген өз әскерін үш негізгі бөлімге орналастырды. Әскердің сол қанатында негізінен Балқан аймақтарынан келген 5000 атты әскер тұрды. Оң қанатта тағы шамамен 5000-ға жуық сарбаз болды. Олар негізінен Анадолу аймақтарынан, әсіресе Каппадокия мен Армениядан келген жауынгерлер еді. Әскердің резервінде шамамен 3000 жауынгер болды. Бұл күш негізінен грек феодалдарының жасақтарынан құралған болатын. Сонымен қатар екі қанаттың алдында шамамен 2000 узе және далалық түркі атты әскері экрандық қызмет атқарды. Олар қарсыластың қозғалысын бақылап, алғашқы шабуылдарды қабылдауға тиіс болды. Императордың өзі орталық дивизияны басқарды. Бұл бөлімде шамамен 5000-ға жуық сарбаз. Олардың қатарында атақты Варангиялық гвардия, ауыр қаруланған армян және болгар жаяу әскерлері, сондай-ақ еуропалық жалдамалы жауынгерлер болды. Ал селжұқ армиясын Алп Арслан басқарды. Ол сан жағынан артықшылыққа ие болса да, Византияның ауыр жаяу әскері мен атты әскерінің қуатын жақсы білді. Сондықтан ол әскеріне баяу әрі стратегиялық шегінуді бұйырды. Селжұқ әскерлері шегіне отырып, жарты ай тәрізді сап түзеді. Осы кезде олардың атты садақшылары алға шығып, византиялық әскердің қанаттарын үздіксіз жебелермен атқылай бастады. Бір сағаттан астам уақыт бойы жебелердің астында қалған византиялық әскерлердің шыдамы таусыла бастады. Ауыр атты әскер сарбаздарының көпшілігі ашуға булығып, әскери тәртіп бұзылды. Алдыңғы шептегі византиялық атты әскер селжұқ атты жауынгерлерін қуа бастады. Бірақ селжұқтар әдейі шегініп, оларды оңтүстік бағыттағы таулы аймақтарға қарай тарта бастады. Біртіндеп ойлы қырлы жерлерге жеткен византиялық атты әскер тұзаққа түсті. Тау бөктерінен кенеттен мыңдаған селжұқ жауынгерлері шабуылға шықты. Тұзақ жабылған кезде византиялық атты әскердің көп бөлігі қырылып қалды. Осы ауыр шығынға қарамастан Роман IV негізгі әскерін алға қарай тәртіппен жылжытуды жалғастырды. Оның ойынша ауыр жаяу әскер селжұқтардың жарты ай тәрізді шебін бұзып, Алп Арсланды шешуші шайқасқа мәжбүр етеді. Алайда селжұқтардың ұзақ шегінуі уақытты көп алды. Күн біртіндеп батып бара жатты. Император кеш батқанға дейін лагерге оралып үлгермесе, әскер түнгі шабуылға осал болып қалатынын түсінді. Сондықтан Роман IV империялық туларды бұрып, әскерге лагерге қарай тәртіппен шегінуді бұйырды. Ол өз атымен әскердің артқы жағында қалып, Манзикерт маңындағы лагерге қайтуды бақылап отырды. Бұл кезде византиялық әскер Манзикерттен шамамен 12 шақырым оңтүстікте орналасқан еді. Алайда үлкен армияны бір уақытта кері бұру өте қиын болды. Әскердің көп ұлтты құрамы жағдайды одан әрі қиындатты. Бұйрықтар әртүрлі тілде беріліп, ал бұл қатарларда шатасу туғызды. Осы сәтті байқаған Алп Арслан өзінің көптен күткен мүмкіндігі келгенін түсінді. Ол барлық атты әскеріне жалпы шабуыл жасауға бұйрық берді. Селжұқ атты әскерлері шегініп бара жатқан византиялық армияның қанаттарына
қатты соққы берді. Төбелерде тұрған Селжуқ резервтері де төмен түсіп шайқасқа қосылды. Шабуыл кезінде византиялық оң қанаттағы әскер шатасып негізгі күштерден бөлініп қалды. Көптеген сарбаздар сапты бұзып, Манзикерт бекінісіне немесе лагерге қарай қаша бастады. Оң қанат пен орталық бөлімнің арасында үлкен бос кеңістік пайда болды. Осы жерден Селжуқ атты әскері ішке еніп, византиялықтардың орталығына шабуыл жасады. Император резервтік әскерді іздеді, бірақ олар көрінбеді. Резервтік күштердің қолбасшысы Андроникос Дукас императорға қарсы астыртын жоспар жасап қойған еді. Ол өз сарбаздарына Роман 4-ші жеңілді деген жалған хабар таратып, әскерін ұрыс даласынан алып кетті. Резервте тұрған әскердің кетуі византиялық әскердің толық күйреуіне әкелді. Орталықтағы армян ауыр жаяу әскері және еуропалық жалдамалылар біртіндеп шегініп шайқас даласынан қаша бастады. Алайда, шамамен 2000-ға жуық түркі одақтас атты әскері император жағында қалып, соңына дейін шайқасты. Олардың көпшілігі сол жерде қаза тапты. Бірте-бірте Роман 4-ші тек өзінің адал Варангиялық гвардия сарбаздарының қоршауында қалды. Осы кезде византиялық қолбасшы Брениус сол қанатты орталыққа көмекке келуді бұйырды. Бірақ Селжуқ атты әскері оларды да қоршап, саптарын бұзып жіберді. Варангиялық гвардия императорды қоршап алып, соңына дейін шайқасты. Роман 4-ші әскерінің қалдықтарын жинауға тырысқанымен жағдайды өзгерту мүмкін болмады. Шайқас барысында императорның аты өлтірілді. Ол жаяу соғысты жалғастырып, ауыр жараланғанға дейін күресті. Ақырында оның қолы жараланып, ол тұтқынға түсті. Варангиялық гвардия сарбаздары императорды қорғап, соңғы адамға дейін шайқасты. Осылайша Манзикерт шайқасы аяқталды. Деректер бойынша шайқаста шамамен 2000-нан 8000-ға дейін византиялық сарбаз қаза тапты. Тағы шамамен 4000-ға жуығы тұтқынға алынды. Селжуқтардың шығыны нақты белгісіз, бірақ кейбір деректер бойынша шамамен 2200 жауынгер қаза тапқан делінеді. Манзикерт шайқасы Византияның енді шығыстағы христиан әлемінің басты қорғаушысы бола алмайтынын көрсетті. Шайқастың салдары ұзақ уақыт бойы әлсіреп бара жатқан Византия империясының үстінен көлеңке болып қала берді. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.